Ассалаумағалейкум. Біздерге мынадай Toyota Карина автокөлігінің сәрттерін алып келді. Жасамайды, тоққа қосып көреді, шытырлайды, тоқ айналмайды, теппейді, тоқпайды. Тоқ жоқ общем. Сол күмәнна счетчик узел. Сосын якорге түсіп тұр. Әлі ашық болсын ремонттап, ақауын табатын боламын. Сәрттерді толығымен ашып алдым. Сәрттердің жағдайы мәз емес екен. Мынау ішіндегі редуктор. Мына жер былай тұрады, мынаның. Оны шашылып қалған. Мынаусы сынып қалған іші деген. Мына жақтары нормально. Бакасын тексеріп қойдым, нормально тартып тұр. Енді бендексі айналып кетпеген болар бендексі. Якорде нормально қызған бірақ. Сосын шөткісі деген мынандай болып бітіп кеткен. Боштың шөткісі екен, бітіп кеткен бітшіт болды. Мынандай шашылады ішінде. Сосын мынандай основной корпус қойма. Корпустың ішіне мынандай 6 магнит бар. Үшеуі северный полюста, үшеуі южный полюс. Ана магниттер түсіп қалған ішіне деген шашылып, мына босқа өтірік жабысып тұр тек мына магнитімен. Мына іші деген оншым сынған мына деген. Жалпы енді пайдаға астыруға келеді, бірақ енді әжептәуір жұмыс талап етеді бізден. Сол себепті тағы да бір қарап видеосын түсіретін боламын. Мына сәрттерді, Каринаның сәрттерін табылмады. Басқа сәрттер салатын. Редукторы да, мына ішіне запчастары да болмай жатыр. Мынаусы мынандай болып жатыр ғой, мына магнитті ішінен ығысып кеткен алтауы да. Сол себепті таптырып тастағаннан кейін мынандай басқа осындай фирманың сәрттері. Осыны ашып, осыны редукторының корпусын алып, мына сәрттерге жинап көрейін деп тұрмын. Себебі мынаудан бош, мынау бош. Екеуі келу керек бір не. Вращениесі келіп тұр, себебі индекспен қарап тұрмын. Вращениесі келіп тұр, екеуі де бір жаққа айналады. Сол себепті қазір ашып, мынаған жинап көретін боламын. Жаңағы сәрттерді ашып алдым. Мынау соның корпусы. Мынау біздің якор. Екеуі бір не келіп тұр, себебі якорде осындай. Келіп тұр мына. Ұзындық жағынан да келіп тұр мына. Мынау біздің корпус, мынау жаңа салайын деп тұрған корпус. Мынау полюстер де келіп тұр, мына жақтары да бірдей. Іштері де бәрі де бірдей. Бірақ проблема мынада. Редуктор келмей қалды. Редуктор мында барады. Мында кетіп тұр. Бірақ мынаның арасында мына жерде мына зазор бар. Мына бір шестеренок пен редуктордың планетаркасының арасында мына жерде мына зазор тұр. Мына зазор болмайды, мына зазор. Себебі мына қазір салып жібереміз жақсы деп. Бірақ ол мына шестеренканың тісі мына ненің тісінің несін ұшынан іліп тұрғаннан кейін, ол нагрузка түскен кезде бір айналады, екі айналады, уже кейін жұлып алады. Сол себепті бізге мына редуктор керек, планетаркасы керек. Осындай планетарка керек. Ондай планетаркалар менде тұр міне. Салып қарап тұр, мына ешқайсысы келмейді. Бәрі осындай. Бізге мынандай планетарка керек. Мына ішкі диаметр сәл кішкентайлау мына. Мына арасы кішкентай. Сырты бәрі бірдей. Мына жағы бәрі бірдей. Осы қолды ма? Мына ішкі кішкентай мына жері. Жүретін жері. Мынаны күрткен жоқ кішкене. 1 миллиметр ма, 2 миллиметр ма кішкентай қана үлкен болып тұр. Редуктор керек бізге. Ассалаумағалейкум. Мынау кешегі Toyota Каринаның сәрттері. Соны тағы да барып үйге барып ойластырып жатырмын. Түнде жатып. Мынаның енді вариант бар. Бұл редукторға мына біздің валигіміз келмей қалды. Первичный валик па, мынау келмей қалды. Бұған өзінің валын салайын десем, бұл вал корпусқа келмейді. Себебі мына валдың басында мынандай жіңішке жонылған. Мынау жуан кәдімгідей тұр. Енді одан кейін втулкасын қарадым. Втулкасын ауыстырып сап, мына жерде подшипник тұрады, басқа втулка тұрады. Алып сап, втулка салса бронзой. Оны мына тесіге тар екен, мына тері. Келмейді екен. Мынаның втулкасы мынаның корпусына келмейді екен. Ешқалай. Сол себепті тағы да бір ойға келдім. Себебі мына редуктор, соның планетаркасы, соның первичный басында валы келіп тұр ғой бір небәрі. Мына шестеренгі бәрі бір небәрі келіп тұр. Өзінікі ғой. Енді мынау Каринаның бендексі мынау. Бұл Каринаның бендексі мына валға келеді.
кіреді шығады барады. Жақсы кіріп тұр маған. Енді мына валды мынаның басына келмейді ғой, кішкентай. Басқасы бәрі келіп тұрды, вал келмейді. Кіреді. Отыр бәрі. Мына корпус барады бұған. Ендігі вариант мындай. Мына валдың басын мынандай қылып жону керек. Дәл осындай қылып мына жерден жіңішке қылып жону керек. Сосын мынандай штопор отыратын сухарик кіретін орын қалдыру керек те, мына жерге штопор отыратын андай канавка салу керек. Токар жасайды бұны. Токарға апарса жасайды. Дәл осындай қылып жонып бер десе, дәл осындай қылып жонып береді. Басынан артыған сәл-пәл үлкенде кесіп тастайды. Мына бірдей қылып. Сосын мына жерін осындай жондырып. Осы вариантты қолданып көру керек. Себебі мына планетарка егер табылмайтын болса. Ана жинап жатқан сәртіріміздің редуктор сынып кеткен ғой. Оған енді басқа сәртірдің валы бармайды, басқа сәртірге мынаның редуктор бармайды. Сонымен мынандай оригинал өзінің сәртірін алып салып жатыр.